Google Play платформасынан ресейлік ВКонтакте әлеуметтік желісі мен Max ұлттық мессенджерінің қосымшалары жойылды. Америкалық технология алыбы бұл қадамға маусым айында ресейлік өнімдерді өз маркетінен өшірген Apple компаниясынан кейін барып отыр. ақш-тың қос алпауыты бұл шешімге қатысты әлі ресми мәлімдеме жасаған жоқ. Десе де олардың Еуропадағы еншілес бөлімшелері Еуроодақ талаптарын орындауға міндетті. Шілденің 13-інде Еуропалық одақ ресейлік ВК холдингі мен оның Max мессенджерін әзірлеген коммуникациялық платформа серіктес инвестициялық компаниясын санкциялық тізімге қосқан болатын. Айта кетсек, Ресей билігі де Украинаға қарсы ауқымды соғыс басталғалы бері ел аумағында WhatsApp, Instagram және Facebook сияқты танымал платформаларды бұғаттап тастаған еді. Еуропалық кеңестің ресми мәлімдемесінде Max қосымшасының Ресей федералдық қауіпсіздік қызметінің бақылауында екені айтылған. Ондағы пайдаланушыларды жаппай бақылау жүйесі Ресейдің Украинаға қарсы соғысын сынаушылар мен рұқсат етілмеген контент жарияланған азаматтарды қудалауға мүмкіндік береді.